қалай не қыламыз, қалай қайтып. Жоқ, дастарханда бірден шығайық. Иә. Ол қай жақта уақыт? 1 сағат. Иә, 1 сағат. 1 сағат. 9:30. 9:30. Ау? Бұны осыны істеп жүрек па? Иә, осыны істеймін. Сүт ананы салсам да болмай тұр. Fazla tur görüyor mu? Tur bazı tur görüyor.
Hadi koydun sana. Ha, şirket koskoydu şimdi. Şimdi pes pasada. Zaviranın kiyo. Sapta ne? Evet, oturmadım. Ne okuyuşuyorum yani? Oy. Ha, kilometre mı? Hey, niye kayda? Ya, ha, selam esme. Tamam.
Ассалам, телефоныңыздың астында наушникте видеокамера дегенді бассаңыз, дауысын шықпай негізі көрмей жатыр. Телефонда. Записке басып қойдың ба нұрғали? Звук қосылып тұр. Ана жерде бір орын бар. Және kesесіз, зачем тұрмысың? Бақытжан, тағы бір мұғалім болса, колонкаға берсеңізші, жәке. Нақын естіле болса. Жаңа нормально естілді? Сөйледі да ол кісі. Салмасы мұрыс керектер. Сөйлей беріңіз, Жандарбек ағай. Söyley veriniz abi. Естіліп жатыр ма? Söyley veriniz Jandarбек abi. Естіліп жатыр ма, Жандарбек? Естіліп жатыр ма? Естілмей жатыр еді. Естілмей жатыр. Жанабай, естіліп жатыр ма? Алло. Ey Şıмкент қосып жатыр. Жоқ, қоса алмайды. Алло, Жанабай, Жанабек. Шықпады ма? Қосылды ғой. Тұрмын ғой мен, болды. Söyley veriniz Jandarбек abi. Естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр. Біздің дауысымыз естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр. Қалайсыз Жандарбек abi? Жақсы, рахмет. Бүгін Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері 30 жыл, ертең 4 маусым мемлекеттік рәміздері күнінің мерекесімен сізді құттықтаймыз. Сол елтаңбаның авторы ретінде сізбен осы Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукетте орналасқан Оңтүстік Қазақстан индустриялық инновациялық колледжінің студенттері жастары сіздермен кездесу өткізіп отырмыз. Сізге сол үшін уақытыңызды бөлген үшін үлкен алғыс білдіреміз. Осы бүгінгі елтаңбаның авторы ретінде Жандарбек аға, осы жастарға кішкене осы елтаңбаның тарихы туралы, елтаңба туралы өзіңіз, елтаңбаның қастерлігі туралы, қазақ тарихында орны туралы айтып берсеңіз, бір кішкене өзіңіздің елтаңба туралы. Бірінші рет онлайн конференцияға қатысып отқан азаматтардың барлығын осы бүгінгі келе жатқан ертеңгі биылғы жалпы Қазақстанның мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтап қоямын. Біздің 30 жыл ішінде Қазақстанымыздың рәміздері жұмыс жасап келе жатыр. Мысалы, біздің туымыз, байрақтарымыз 30 жыл ішінде барлық жеңістерімізді биіктетіп,
рухымызды көтеріп келе жатыр. Әнұранымыз әр уақытта барлық тұғыммен бірге және осындай отырыстарда, бір жеңістерде, қуаныштарда біз әнұран шырқалып келе жатыр. Ал енді мынау елтаңбамыз өзінің күрделілігіне байланысты 30 жыл ішінде біздің бірлігімізді, тыныштығымызды, болашағымызды жаңа біргейік, бір ел болайық, мәңгі ел болайық деген мақсатына біздің Қазақстанымызды шет елдерге таныстырып келе жатыр. Сондықтан бұндай тәуелсіздікке қол жеткен ел де бар, елдерде жоқ деп айтса болады. Сондықтан мынау біздің туымызды, рәміздерімізді қастерлеу біздің қасиетті ата бабаның қалдырған аманаты. Сондықтан біз борышымызды өтеу үшін, біз тәуелсіздігіміз мықты болу үшін осы әлі де осы өз елімізге, жерімізге еңбектеніп, осының гүлденуіне, өсуіне, өркендеуіне әрқайсымыз үлес қосуымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан мына тыңдап отырған азаматтардың бәрін көріп отырмын. Тамаша, жақсы. Мына көрермендерге рахметімді айтамын. Оны жаңа өзің айтпақшы, Жанабай, әлгі саған рахмет айтамын, осыны ұйымдастырып отырған. Сондықтан мына көрермендерге мен өте қуанып отырмын. Өйткенде Шымкенттің жастарын, Шымкенттің әлгі халқын жақсы білемін. Еңбекқор халық, талантты жастар, дарынды жастар. Сондықтан сіздердің әрқайсының үйлеріңізде береке, бірлік, мейрам тілеймін. Ал мынау елтаңбаға келетін болсақ, елтаңбаның ішіндегі нәрсе, енді біз қанша уақыт қанша бар бізде? Уақыт бар ма? Оны уақыт айта беруге болады. Сондықтан әр уақытта мен айтып жүремін, елтаңбамызды дәріптеу, насихаттау, әлде де болса өзінің несі бар деп, кемшіліктері бар деп ойлаймын. Өйткені көрген адамдар осы елтаңба дейді дағыны алдында тұрған недегі шаңырағын көреді, сосын тұлпарлары көреді дағы, сонымен ойы бітеді. Ал жалпы елтаңбадағы біздің тарихымыз бұдан 5000 жыл бұрынғы тарихымыздан басталып келеді. Сондықтан сендерге сұрақ қойып отырып, мысалы, біздің киіз үйіміз қашан пайда болды? Мысалы, кім айта алады? Біздің киіз үйіміз қазақ қашан пайда болды? Біз киіз үйіміз содан пайда болды деп айтуға болады. Өйткені мынау Алтайдағы, Тарбағатайдағы таңбалтастарда, Қаратаудағы таңбалтастарда, содан Моңғолиядағы таңбалтастарда киіз үйдің біздің бұдан 4,5-5000 жыл бұрынғы пайда болғанын көрсетеді. Сондықтан біздің киіз үйіміз, мен архитектор есебінде айтамын, өте керемет, жағы фундаментальный, жағы қозғалыста жүреді. Сондай үйдің несі жобасы, моделі ол әлемде жоқ. Сондықтан біз киіз үйімізді әр уақытта осы елтаңбамыз келу себебі оның әлгі біздің немізді әлеуметтік жағдайымызды шешіп отырған, біздің сыйластық мектебі қалыптастырған, біздің жалпы ұлы дала мәдениет деген мәдениетті қалыптастырған киіз үй арқылы келіп отырады. Сондықтан киіз үйдің әлгі елтаңба келу себебі сондықтан. Ал енді соны киіз үй деген бізде шықтық қой. Отан қаяқтан басталады? Ошақ отан деп басталады. Ол киіздің ішіндегі құбылыс. Сондықтан мынау Совет кеңестік өкіметтен бөлініп шыққаннан кейін, жас отау болғаннан кейін, жас отауға осындай тілектер айтылады. Соған әлгі соны сақтау үшін, соған динамикалық күш беру үшін, тағы да соған тарихқа жүгіне отырып, сақ дәуірінен келе жатқан, ғұн дәуірінен келе жатқан, тұлпарлардың келу себебі содан. Өйткені біз Ботай мәдениеті деген бар. Ботай мәдениет деген ол жалпы дүние жүзіне берген үлкен мәдениет. Өйткені өздеріңіз білесіздер, тұлпарға атқа бас білдірген қазақ азаматы, қазақ жері. Сондықтан оның жағы несі біздің елтаңбамызда тұлпарлардың отыру несі орынды деп ойлаймын. Дәл сол сияқты мынау біздің Қошқар мүйіздің келуінің себебі, Қошқар мүйіздің келу себебі мынау сол отауға көз түймесін, отанымызға көз түймесін, оны сақтап тұратын,
және де осы біздің кілемдегі, текеметтегі, басқұрлардағы барлық ой өрнектеріміз осы қошқар мүйізден басталады. Сондықтан біздің прикладное искусство, жаңағы қолданбалы өнеріміздің басы осы қошқар мүйізден келеді. Қошқар мүйіз шығыста болсын, оңтүстік Қазақстан болсын, батыс Қазақстан болсын, бұлар ерте заманда бір-біріне қарым-қатынас информациялық немесе әлгі қат жүзде жұмыс атқарған деп айтуға болады. Сондықтан біз осының бәрін әлгі айта отырып, біз елтаңбаның ішінде біздің дәстүрімізбен, әдет-ғұрпымызбен, біздің әлгі немізден құралған сондай елтаңба. Сондықтан оның ішкі жағын әркім жеті ата білетін, жеті сақинасы бар, анау нелер бар, күлдіреуіштер бар, сол жағы босаға бар. Соның бәрін әрқайсының өздерін талдап, әркімнің оны таусылмайтын нәрсе. Ол қазақтың тарихы, қазақтың несі, ұлы дала мәдениеті қандай шексіз болса, біздің елтаңбамызды сондай шексіз неден құрылымнан құрылады. Сондықтан әрқайсыңыз өзің неңіздің әлі ойыңыздағы ата-бабалар айтып кеткен, қалдырып кеткен, жазып кеткен, оқыған бәрін сол елтаңбадан тапсаңыздар болады. Мен айта кететін нәрсем, біздің елтаңбада біріншіден біздің ата-бабаларымыздың несі салынған. Кейін тәуелсіздіктен кейінгі туған балалардың да арқылы сондай сіздер тұрсыздар. Сонымен қатар әлгі Қазақстанда жасап жатқан көп ұлтты халықтарымыздың барлығы біз елтаңбада көрсетілген. Сондықтан Қазақстанымыздың барлық халықтары үшін оның бірігетін бір шаңырақтың астында сол бір мемлекет. Мен былай да айтар едім, дүние жүзінде қазақтар қай жерде жүрмесін, мейлі Қазақстанда болсын, Моңғолияда болсын, Қытайда болсын, Европада болсын, қай жерде қазақ жүрсе, сол қазақтың шаңырағы Қазақстан. Сондықтан сыртта жүресің бе, іште жүресің бе, осы Қазақстанның өзінің ата-баба жері, туған жерін, сондықтан осы біздің Қазақстанда гүлдендіру үшін атсалысуымызға болады. Отығыл мына Турцияның өзі Қазақстанда ата жұртым деп есептейді. Сондықтан біздің шаңырағымыздың соншалықты әлгі мағыналы, маңызы, тарихи мағынасы барын біліп отырсыздар. Ал шаңырақтағы мынау не болып келетін себебі, жаңағы шеңбер болып келетін себебі, оны дүниенің тұтастығын білдіреді. Сондықтан осыған қарап отырып өздеріңіз осындай біздің тарихымыздың құндылықтарын, біздің туымыздың сондай рухымыздың биіктігін, содан кейін әнұранымыздың күнделікті көңілді көтеріп, рухымызды көтеретін осындай біздің қастерлі де қадірлі рәміздерімізді еш уақытта төмен түсіруге болмайды. Сондықтан мына өздеріңіз көріп жүрсіздер, телевизорда айтып жатыр. Сондықтан ондай келеңсіз жағдайға, ондай бұзықтарға жол бермеу керек. Қайсымыз болсақ та, егер туымыз төмен түсетін болса, демек біздің рухымызды түсет деген сөз. Сондықтан оған жол бермеуіміз керек, әр уақытта биік ұстауымыз керек. Әрқайсыңызға осы тыңдап отырғандарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Және осы келатқан мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Сіздердің еңбектеріңізге, оқуларыңызға, кім жаңағы істеп жатқан қызметкерлеріңізге сәттілік және жемісті, табысты тілегім келеді. Жандарбек аға, бір 5 минут уақытыңызды алсақ, енді мынау сізге бір айтарымыз, сіз сонымен қатар естіп отырсыз ғой Жандарбек аға? Иә. Мынау елтаңбаны тарихына біздің студенттеріміз оқып, сізбен келісетін алдында, мынау елтаңба ұсыныс жасаған кезде, сол кезде тұңғыш президентімізге 245 жобасы ұсынған екен, сол рас па? 293. 293 жоба ұсынылған, иә? Иә, сол 293-нен менің істеген жобам жоғарғы кеңесте бекітілді. Өте керемет. Иә, оны өздерің білесіздер, көбісі біледі, көбісі білмейді. Мен туған жерім Жаңақорған ауданы бар жағындағы. Жаңақорған ауданы, Сығанақ жағы,
Түркістаннан кейінгі Жауырған ауданы туған, бірақ оқимын деп Ташкентке барғаннан кейін сол жерде жұмыс істеп жүріп, сояқта сол Ташкентте елтаңба жасалды. Қазақстан елтаңбасы Ташкентте жасалды. Бірақ мен туған жерім, елім, мен Шымкент, Түркістан, Жаңақорған, Қызылорда, соның бәрі Қаратаудың өңірі, сондықтан бұлай алыстатып қажет жоқ. Сондықтан ол елім, жерім деп әр уақытта осы сағынып жүрсең, мен ойлаймын, мынау шетте жүрген жастар, шетте жүрген азаматтар өз елін сағынып сондай бола ма деймін. Бірақ маған қарынды ашатын себебі қазіргі жастар ақша табамын деп шетелге кетіп жатқаны мені өте қатты алаңдатады. Өйткені шетелге кеттің ба, сен өз жеріңнен кеттің ба, мынау ер жігіт, ер азамат өз жерінде көгереді дейді. Қоға қамыс көлде көгереді дейді. Сондықтан мен ойламаймын, басқа шетелге кетіп көгеретініне түсінмеймін. Сондықтан осындай нелерді өздерің балдарыңызға, жастарыңызға айтып отырсаңыздар, әрине ол басқаша тәрбие болады. Басқаша әлгі қазіргі біздің неміздің әлгі санамыздың немесе парасатымыздың немесе ақылымыздың немесе жағдайымыз осындай неге күйге түсіп кетті. Осындай күйге түсіп кеткен себебі әрқайсымыздың өз отанымызда, үйімізде осындай тәрбиелік мағынасы бар. Немесе біздің әдет ғұрпымызда, дәстүрімізді оқымағандықтан, оны білмегендіктен, оны тең түсінбегендіктен осындай келеңсіз жағдайға душар болады. Жақсы, Жандарбек аға. Естіліп жатыр ғой даусыңыз? Естіліп жатыр. Мынау сізді тек қана осы елтаңбаның авторы ғана емес, студенттерімізге кеше естіп оқып жатырық, оқып сіздер туралы мәлімет жинадық. Мынау Астанадағы Нұр Астана мешітіне, Астана опера театры, Экспо 2017 және Түркістан қаласының бас спонсорын жасаған архитектор ретінде танылады дейді. Осы еңбегіңізге үлкен рахмет айтамыз. Енді сіз соңғы осы біздің оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінің әкімшілігіне, соның ішінде ұстаздарға, жастарға өзіңіз бір қысқа да нұсқа тілегіңізді мемлекеттік рәміздер тілегіңізді айтсаңыз, сонымен бүгінгі онлайн конференциямызды сізге алғыспен аяқтаймыз. Рахмет. Конференция аяқталды ма? Конференция аяқталды ма? Конференция аяқталды ма? Конференция аяқталды. Енді Жандарбек аға, бүгінгі сіздің мынау бізге шығып отқан тікелей эфиріңіз, ол екінің біріне бұйыра бермейтін бақыт деп есептейміз. Біз сізбен жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Өмір жасыңыз ұзақ болып, денсаулығыңыз мықты болсын. Мынау біздің Қазақстанның рәміздері әрқашан шырқалып биікте көріне берсін. Тек қана жақсылықта жүрейік. Біз сіздің мынау жасап берген елтаңбаңызбенен, мынау көк туымызбенен және де әнұранымызбенен әрқашанда мақтанышта жүреміз. Қазақ елі тек қана биіктен көріне берсін. Шырқай берейік, жаңа Қазақстан дами берсін. Жаңа Қазақстанның жаңа азаматтар бола берейік. Рахмет сізге. Рахмет. Сәттілік, дұрыс. Рахмет. Ауырмаңыз. Рахмет. Жақсы, осымен бүгінгі конференциямыз аяқталды аға. Рахмет, шығамыз енді, мақұл. Жақсы.